Қазақстандағы халықтарының тілі мен діні әртүрлі болғанымен тілегі бір. Мақсаты ортақ, дамудың даңғыл жолына түскен мемлекетіміздің басты құндылығы бейбіт өмір мен тыныштықтың баянды болуын тілейді. Бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан сан алуан ұлттың өкілдері бүгін мерейлі мерекеде жері гүлденген, елі түрленген Қазақстанның мәртебесін асқақтатты. Барлық өңірлерде дәл қазір мерекелік шаралар өтіп жатыр. Тілшілерге сөз берейік. Ақерке, сыр елінің мерекелік көңіл-күйін жеткізсеңіз. Рахмет Черхан, мереке құтты болсын. Расында да бүгін елімізде үлкен той. Бірлік пен берекенің, ынтымақ пен ырыстың, тұрақтылық пен келісімнің мерейлі мерекесі. Қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық бұл біздің басты байлығымыз. Қызылордада 17 түрлі этносы өкілі бір атаның баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Өңірдегі ұлттық мәдени орталықтар мерекенің ажарын бүгін айшықтады. Сондай-ақ мерекеге орай бүгін орталық алаң жанынан өнер арбаты ашылды. Бұл жерден сәулетшілердің, қолөнер шеберлерінің, суретшілерінің туындыларын тамашалауға болады және сатып ала аласыз, яғни сыр мәдениетімен толық танысуға мүмкіндік бар. Алдағы уақытта бұл жер халықтың рухани демалатын мәдени орнына айналмақ. Еліміздегі бейбіт өмір мен тыныштық сан алуан ұлттың тарихи тамырластығын, жарасымды ынтымағын айғақтайды. Ал бірлігі жарасқан елдің тірлігі төрге озады. Мен ендігі сөзді атыраулық әріптесім Жандосқа беремін. Жандос, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қайырлы күн. Алдымен барша отандастарды бірлік күнмен құттықтаймыз. Бүгінгі мерекені атыраулықтар да кең көлемде атап өтуде. Біз тұрған Сұлтан Бейбарыс алаңына халық көп жиналды. Жалпы мерекелік шаралар шаһардың әр жерінде өтуде. Тұрғындар үшін концерттік бағдарламалар ұсынылып, отандық сән үйлерінің қатысуымен жергілікті дизайнерлердің көрсетілімі ұйымдастырылды. Ал мына біз тұрған аумақтан түрлі ұлт пен ұлыс өкілін көптеп кездестіруге болады. Олар мерекеге сән беріп, маңыздылығын айшықтай түскендей. Солардың бірі ұлты орыс Раиса Беткова. Раиса ханым, мереке құтты болсын, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы. Бүгін бірлік күнімен құттықтаймын Қазақстандық. Өзімізде бақыт тілейміз Қазақстанға. Ашық аспан болсын. Бәріміз дос болайық. Енді айтатын, өзіміз Қазақстанда тұрып атқанда бақытты болып жатырмыз. Өзін балдардың үшін өмірде жақсы болады деп тілейміз бәрімізге. Енді мейрам құтты болсын айтатын сіздерге. Рахмет, Раиса ханым. Бүгінгі шараның ерекшелігі сол, атыраулықтар түрлі этнос өкілдерінің ұлттық тағамдарынан дәм таталады. Жалпы өңірде 19 этномәдени бірлестік бар. Құрамында 224 адам жұмыс істейді. Ал Атырау атырабында шамамен 84 түрлі ұлт өкілі тұрып жатыр. Сәйкесінше әрбір этносқа өзінің салт дәстүрі мен тілін сақтау үшін барлық жағдай жасалған. Оның дәлелі бүгінгі татулық пен бейбітшілік байрағы желбіреген дәл осы сәт. Мерекелік думан кешке бірлігіміз жарасқан деп аталатын эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін гала концертпен жалғасады. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Рахмет, Жандос. Баршаға ортақ бірлік мерекесі Жамбыл жерінде де бар сан салтанатымен аталып өтілуде. Негізгі іс-шара мына біз тұрған орталық достық алаңында өтіп жатыр. Мұнда Жамбыл жерін мекендеген түрлі ұлт өкілдері әр ұлттың ерекшелігі мен мәдениетін, салт дәстүрін театрландырған қойылым арқылы көрсетіп жатыр. Ең бастысы адам болыңдар, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Ынтымағы жарасқан көпұлтты Қазақстан қойылымы бір адамның бүкіл ғұмырына негізделген. Бала туғаннан бастап жасалатын салт жоралғылар әр ұлттың дәстүріне сай көрсетілуде. Бүгінде Жамбыл жерінде 26 ұлттың өкілі тату-тәтті ғұмыр кешуде. Бірлігі бекем, отаны ортақ, тілегі бір. Барлығы да тәуелсіз бейбіт күнге, ұлтаралық татулыққа тәубе дейді. Қазақстанда тұрғаны өте қуаныштымын. Мен осы жерде тудым. Біз барлығымыз тату-тәтті тұрамыз. Поздравляем всех с днем дружбы народов Казахстана. Желаем всех успехов. Барлығыңызды мерекемен құттықтаймын. Қазақстан гүлдене берсін, әрқашан барлығы жақсы болсын. Қазақстан
Қазақстан саяси тұрақтылық пен ұлттар достығы салтанат құрған бірден бір мемлекет. Ендеше баршаға ортақ бірлік мерекесімен барша халықты құттықтай отырып, сөз кезегін астаналық әріптестерімізге береміз. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет әріптес.